Ассаламағалейкум, құрметті көрермендерім, қалайсыңдар? Ал бүгінгі видеода бізде осындай обзор. Мынау бізде предохранитель. Сол предохранительді біздер ашып, мына мыстарды аламыз ғой. Мынау екі мыс, екі жақта. Мынау қара темір. Бисмиллах деп бастаймыз. Әдеттегідей. Мына предохранительдің ішінде андай құм болады. Мына кварцевый песок дейді. Так, оны ойлап жасау керек. Құмды шашып алмау керекпіз. Оны мен білмеймін да, денсаулыққа зиян ба, зиян емес. Ане шығып бастады уже. Көрдіңіз ба? Так, мен мына мусорға төгіп жіберейін. Болды, мусорға төктік. Енді мына екінші жағын ашайын жайлап. Қызықты нәрсе негізінде бар ғой. Мынау мыс. Предохранитель негізінде. Мынау да мусорға кететін нәрсе. Мусорға. Так, шуруптарды жинап алайық. Шуруптарды бір темірге жібереміз. Так. Кетті. Енді мыналарды аламыз да. Бұлай шығам екен. Шықпаймын дейді ғой. Так. В общем, енді мен мыналарды шығару керекпін бұйырса. Мыс, көрдіңіз ба? Медный мұны. Аллаға шүкір. Мынау енді қара темір кәдімгідей. Мынаған жабыспайды, мынаған жабысады. Жарайды, мен камераны сөндіре салайын. Мен қазір мына заттарды алайын. Сосын қайтып қосыламын ғой. Нәтижесін өлшейміз бұйырса. Неше грамм мыс бар екен. Көп емес әрине, бірақ одан нәтиже. Алла берекесін берсін. Осы мен предохранительдерді бөлшектедім. Енді өлшеп жіберейік. Қанша мыс, қанша қара темір шықты. Қара темір 55 грамм. Енді мыс. Мыстан бізде 37 грамм шықты. Көп емес, конечно же. Но одан нәтиже, Аллаға шүкір, Алла берекесін берсін. 37 грамм болса да, мына біздің копилкамызға кетеді. Жесткий мыс жиналатын копилкаға кетеді бұйырса. Так. Екі мысты мына саламыз. Бисмилlah. Берекелі болсын. Плюс 37 грамм қосылды ғой копилкамызге. И общий копилкаде қанша болды мына жесткий мыс дегеніміз. Жесткий мыс. Мыс, как это мило. Мыс, без перерыва, Дима. Так, бисмилlah. 3 кило 686 грамм. Азғантай қалыпты.
без килога. 3 килограмма 686 граммов. Это жесткая медь у нас потихонечку таким образом собирается. Понемножечку, полигонечку. Но она вот так у нас наполняется. Это все медь. Слиточек от радиатора. Чистая медь. Красная. Да. Скоро плюс 5 килограммов. Это у нас жесткая медь, да? Да. А это у нас пушистая медь. Уже 5 килограммов здесь. Ее я взвешивал. А вот ту зеленую банку я не взвешивал, не знаю сколько там. Но теперь уже знаю. Так, а здесь у нас вот 5100. 5 килограмм 100 грамм. 5 килодан асып кетті. А это значит, мына мыстар бізде копилкаға кетеді бұйырса. Алла қаласа. Картон жашық қой, копилка. Алла берекесін берсін. Осындай нәтиже, құрметті көрермендерім. Мыс жайлап жиналып келе жатыр. Аз-аздан асықпай 5 килограмм, 3 килограмм, 700 грамм. 3700. Это 5 килограмм уже. Вот так вот и собирается. Аллаға шүкір. Аман болыңыздар, құрметті көрермендерім. Ауырмаңыздар. Табыстарыңыз мол болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, құрметті көрермендерім. Аман болайық. Құрметті көрермендер, назарларыңызға